Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен бірге ауызашарға осындай өте дәмді, сочный котлеттің рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа нанның жұмсақ жерлерін салып, үстіне су құйып жібітіп қоямыз. Жуаны турап блендердан немесе теркіден или сияқты измельчительден өткізіп фаршқа қосамыз. Жібіген нанымызды да суын сығып фаршқа қосамыз. Тұз, қалауынша қара бұрыш қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң дәл видеодағыдай осылай жасап шығамыз. Өйткені артық ауалары шығу қажет. Енді котлеттің формасын жасап ұнға ойнатамыз. Жұмыртқа қоспаймын. Жұмыртқасыз да өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Осы уақытта табаға ұнымызды құйып, қыздырып аламыз. Содан соң котлеттерімізді екі жағынан қуырып аламыз. Мен бұл рецепті 1 жылдан асты қолданып жүргеніме өте керемет дәмді болып шығады. Міне осымен біздің кешкі асымыз дайын болды. Жасап көрдіңіздер, дәл осы рецептпен жасаңыздар, сізге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.